Алдыңғы роликте грек философтары Гомердің шығармаларын тікелей мағынада түсінуге болмайды деп үйреткенін көрдік. Яһудилер де дәл осындай қиындыққа тап болды. Өйткені киелі кітапта Құдай мінсіз ақыл ретінде емес, үнемі өзгеріп тұратын адам бейнесінде суреттеледі. Осы жағдайда Александриялық Филон гректердің дайын аллегориялық әдісін киелі кітапқа қолданды. Ол киелі кітапты сөзбе-сөз емес, астарлы мағынада оқу керек деді. Филонның пікірінше, Мұса философиялық ақиқатты бейнелі тілмен жеткізген. Сондықтан Тәуратта грек философиясымен үндес терең мағыналар жасырылған. Осылайша аллегориялық түсіндіру әдісі иудаизмге де енді. Келесі роликте осы тәсілдің жаңа өсиет авторларына қалай әсер еткенін қарастырамыз.